Салтанатты ашуға біз абзал ақ сақалымыз, абыз ақ сақалымыз Өтәлі көкемізді және ардагер ел ағасы Беркін Кенжеғалиұлы Іздеуовті жолдаймыз. Ендеше баба рухына, мұнда қауым оңай ата аруағына, барлық аруақтарға арнап дұға бағыштайық. Дұғаны республикалық діни басқарманы Атырау облысы бойынша облыстық имамы, ғалым, ғылым докторы Батыржан Мансуров оқиды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Алтайдың бауырында беріш жүр, шеркеш жүр, ысық жүр, аталарымыздың бәрі жүр. Ал бізден келіп қуып қарасақ, 17-18 атаға барып, ысық атаға тірелеміз, берішке тірелеміз, шеркешке тірелеміз, тазға адайға тірелеміз. Ысық деген сөз көне түркі тілінде қасиетті деген сөз. Мына есік ысық деген ғой. Сендердің қалаларың еді ғой бұл. Мынау Малас бастап күні кеше көшіп келді. Қақастан бөлініп, Абакан бойынан бөлініп. Мынау ыстық көл, қазақтар ыстық көл дейді. Шын мәнінде бұл ысық көл еді, ысық көл. Ысық көлдің жағасында ысық ата жатыр. Солар сенің аталарың еді ғой деп бір қайырды. Бөліну емес, біреудің атасына жармасу емес, біреудің көліне жармасу емес, бірақ шежіремізді білу. Атаңнан айырылсаң, аруағыңнан айырыласың, руыңнан айырылсаң, ұраныңнан айырыласың.